Айемгі дүнияның 7 ажайбаты бар еді. Бірақта бүгін олардан сіздер тек қана біреуін көре аласыз. Яғни Мысырдағы Гиза пирамидасы елеге шекем бой тікілеп тұрыпты. Бірақта қалған 6-ы жоқ. Олар өздері табиғат тарапынан жоқ болған ба, ямаса біліп тұрып вайран қылынған ба? Неге олардан тек қана біреуі сақланып қалынған? Бүгін осы сұрауларға жауап табуға харекет етіп көреміз һәм айемгі дүнияның 7 ажайбаты хақында толық мағлұматқа ие боласыз. Бұл Айдың каналының жаңа саны. Менің атым Айгүл. Егер де сіз өзіңізге қолай болған орынға жайғасып алсаңыз, біз басладық. Гиза пирамидасы бұл айемгі Мысырдың ең белгілі һәм ең айемгі ажайбатларынан бірі. Бұл пирамиданың құрылысы Фираун Хуфу тарапынан басқарылып, шамамен 4500 жыл алдын басланған. Пирамида дүниядағы ең ірі тас имаратлардан бірі һәм ең айемгі Мысыр фираунларының қойымшылығы есапланады. Пирамиданың құрылысы Мысырдың ескі патшалық дәуірінде Каир қаласының Құбладағы Гиза тегіслігінде әмелге асырылған. Пирамиданың құрылысы 20 жыл давам еткен һәм онда 100 мың жұмысшы мейнет еткен деген болжаулар бар. Пирамиданың құрылысы үшін пайдаланылған тас блоклардың әр бірі орташа 2,5 тонна ауырлықта болған. Бұл блоклар Нил дариясынан алып келінген. Оларды көшіру үшін арнаулы системалар һәм рампалар пайдаланылған. Пирамида шамамен 138,8 метр биіктікке ие болып, дәслеп 146,6 метр биіктікте болған. Гиза пирамидасының сыртқы беті тегіс ақ хәк тасы менен қапланған еді. Бірақ тонаушылар һәм табиғат тәсірінде оның беті сезілерлі дәрежеде зиянланған. Пирамиданың тәреплері дерлік туры дүния бойлап компас бағытларына қарай орнатылған. Бұл айемгі мысырлылар жүда жоғары дәрежеде астрономиялық білімлерге ие болғанлығын көрсетеді. Әне соның үшін да ол айемгі дүнияның ажайбатлары қатарына кіргізілген. Егер Мысыр пирамидалары хақында және де көбірек мағлұматқа ие болуды қалесеңіз, бұл бойынша өз алдына видео даярланған еді. Әлбетте төмендегі сілтемеге өтіп тамаша етің. Пирамидалардан кейін дүния ажайбатларынан бірі бұл Грецияның Родос атауында жайласқан Колоссус хайкелі. Ол дүния ажайбатлары ішінде ең такрарланбас һәм үлкен хайкеллерден бірі. Ол құяш құдайы Гелиостың көрінісінде жаратылған һәм Родос қаласының даруазасының үстінде жайласқан еді. Колоссустың биіктігі 30 метрді құраған. Бұл өз дәуірінде ең үлкен бронза мүсінеді. Естелік қаланы қорғау мақсатында құрылған. Ол патша Димитрий басшылығындағы екі тарап антигонитлар һәм Птоломей арасындағы ұрыстарда Родостың қаржылық ахметін суретлеу мақсатында құрылған. Димитрийдің Родосқа хүжімінен кейін қаланы қорғау үшін үлкен бір монумент құруға қарар етеді. Солай етіп, мүсін Чарес атлы мүсінші тарапынан жаратылған. Естелікті жарату үшін бронза материаллары қолданылған һәм естелік 30 метр биіктікте болған. Колосс мүсіні Гелиосты суретлеген болып, оның оң қолында Найк деп аталған жеңіс құдайының суреті, шеп қолында болса скептр деп аталған хүкімдарлық найзасы болған. Бұл мүсіннің орайлық бөлігі қала даруазасының үстінде тұрып, Родос қаласының символы болып қызмет еткен. Естеліктің дұрыс жайласуы қаланы қорғауда жәрдем берген, себебі ол қаланың ахметлі стратегиялық нұқатларынан бірінде жайласқан еді. Ол 226 жылда жер сілкінуі нәтижесінде құлап түседі һәм соннан 900 жыл давамында жерде жатып қалады. Сол уақытта мүсіннің үлкенлігі және бронза материалларынан басқа да нәрселер істеуге болатұғын еді. Бірақ та оның қалған бөлігі қараусыз қалдырылған. 653 жылда араб басқыншылары Колоссустың қалған бөлімлерін
таланттары жетті. Олар Родосты иелегеннен кейін мүсіннің қалған бронза бөлімдері сатылды һәм олар сауда үшін пайдаланылды. Колоссустың өзі бүткілі жоқ болды, бірақ оның тарихи ахметі һәм ажайыплығы елге шекем есте қалған. Оны емгі дүнияның ажайбатларының біріне айландырған да оның үлкенлігі еді. Ол көптеген тарихшылар һәм көркем өнертанушылар тарапынан қадірленеді. Оның биіктігі, формасы һәм ірілігі болса, өз дәуірінің технологиялық жетістіктерін көрсетеді. Родостағы Колоссустың тарихи ахметі тек қана оның өлшемлеріменен емес, ал оның айемгі мәдениет һәм көркем өнердегі орнымен де ажыралып тұрады. Ол айемгі греклердің құдайларды ұлылау һәм ірі естеліктер құру дәстүрлерін давам еттірген. Бірақ табиғи апатлар һәм инсанияттың харекетіменен оның ажайып көзалдығы жоғалып кетті. Колоссус бүгінгі күнде де айемгі дүние ажайбатларынан бір іспатында тарихта есте қалған. Және бір айемгі дүние ажайбатларынан бірі бұл Бобилдегі аспа бағлары есептелінеді. Бобил болса қазіргі Ирактың аймағында жайласқан еді. Бұл бағды сонда кім құрған дейтін болсаңыз, ол Навуходоносор екінші тарапынан құрылған. Және ол бұл бағды өзінің өмірлік жолдасы Аметисті бақытлы ету үшін құрған делінеді. Аспа бағлар жүда үлкен һәм көззал имарат еді. Бағлар терраса формасында құрылған. Яғни қадембе қадем бағлар жоғары қатламлардан төменгі қатламларға қарай созылған. Олар жасалма түрде көтерілген бағлар болып, әрбір қатламда өсімдіктер, тереклер һәм гүлзарлар жайласқан еді. Бұл бағлар жүда құрамалы құрылған һәм өзіне тән су системасы менен тәмінленген. Сұйықлықты жоғары қатламлардан төменгі қатламларға алып келу үшін құрамалы ирригация системасы қолданылған. Бүгінгі күнде бұл бағдардың анық жайласуы һәм құрылыс техникасы хақында анық мағлұматлар жоқ. Бірақ тарихшылардың пікірінше бағлардың бар екендігі хақында көптеген айемгі деректер бар. Оның не себептен құрылғанына толық тоқтап өтуіміз керек. Аметист Навуходоносордың хаялы Ираннан, анықрағы Медиядан келген, таулы һәм жасыл аймақтарды сағынған. Бобил болса құрғақ һәм тегіс болған. Сол себепле Навуходоносор бұл көззал һәм экзотик бағды құруға қарар етті. Сонда хаялы өз үйін сағынып, табиатты жақынында сезе алатұғын еді. Бұл бағлар Аметисті қуандыру үшін жаратылған һәм осы тәрізде Навуходоносор оның сағынышын жеңілдетуге әрекет еткен. Бағлардың биіктігі және кеңлігі жүда үлкен болып, бұл болса қаланы елі де сұлу қылып көрсетеді. Бұл бағлар жүда кең һәм жоғары қатламлар менен құрылған. Соның шында оған аспа бағлар делінген. Бобил өзінің байлығы һәм күшіменен де атақлы еді. Бұл қалада болған басқа да ажайып имаратлар бар еді, бірақ аспа бағлар олардан өз алдына ажыралып тұрар еді. Бұл бағлар Бобилдің мәдени һәм техникалық жетістіктерін көрсеткен һәмде Бобил қаласының ажайбатларының бірі болып қалған. Бағлардың хақиқатында да бар екендігін тасдиқлаушы толық археологиялық табылмалар жоқ. Бірақ айемгі жазуларда, мәселен, Диодор, Страбон һәм Йосиф сияқты тарихшыларда бұл бағлар хақында мағлұматлар бар. Айрым тарихшылар, әсіресе Стефани Дейли, аспа бағлардың Невия қаласында құрылғанын атап өтеді. Соның шында бұл бағлардың хақиқатында бар болған орны хақында әрқилы теориялар бар. Аспа бағлардың жоғалуы хақында анық мағлұматлар жоқ. Бірақ олар Рим империясы дәуірінде ямаса араплар тарапынан жоқ етілген деп болжанады. Бірақ әммесі тарихта қалып кетпеді. Бұл технологиялар қазіргі террасалы имаратларға ilham болып қызмет еткен. Міне тарихты үйрену не үшін ахметлі. Бүгінде аспа бағлар хақында сөз болғанда, айемгі цивилизация қандай ажайып һәм инновациялық технологияларды жаратқанын еске аламыз. Грециядағы Зевс хайкелі бұл айемгі дүнияның ең ажайып һәм тәсірлі хайкеллерінен бірі болып, Федиас атлы мүсінші тарапынан Грецияда, яғни Олимпия қаласында жаратылған. Естелікте Зевс греклердің тикарғы құдайы һәм
һәм басқа да құдайлардың патшасы суретленген. Зевстің хайкелі болса Олимпияда анқырағы Зевс ибадатханасының ішінде жайласқан еді. Бұл хайкел болса 12 метр биіктікте болып, өзінің биіктігі һәм сұлулығы арқылы көптеген тамашагөйлерді таң қалдырған. Естелік алтын һәм күміспенен қапланған еді. Зевстің оң қолында Найк жеңіс құдайының суреті, шеп қолында болса хүкімдарлық найзасы болған. Естеліктің басында жоғарыға қарап тұрған һәм оның атрапында тынышлық, жеңіс һәм күшті сәулелендіретін өзгешеліктер көрсетілген. Зевс хайкелі өз дәуірінде жүдә үлкен ітбарға ие болған. Фидиас мүсінді жаратуда Гомердің Илиада шығармасынан ilham алған. Гомердің өз шығармасында Зевсті суретлейтұғын қатарлардағы сөзлер Фидиастың дөреткен суретлеуіне толық сәйкес келген. Зевстің басын әрекетлендіру менен бүткіл Олимп тауы сілкінеді. Естелік өзінің үлкен көлемі һәм деталлары менен жүдә таңғаларлық еді. Зевс хайкелі әйемгі греклер үшін тек қана көркем өнердің жоғары көрінісі болып қалмастан, ол діни ахиметке де ие болған. Ибадатханада жайласқан бұл мүсін Зевстің құдіретін һәм жаһандегі хүкімранлығын сәулелендіреді. Естелікті зияратлау греклер үшін үлкен құрмет есептелінген. Бірақ та Зевстің хайкелі 391 жылда христианлықтың ресми дінге айлануымен байланысты уақиғалар нәтижесінде жоқ болды. Феодосий бірінші ресми түрде христианлықты қабыл еткеннен кейін оның хүкімранлығы астында көптеген діни объектілер, соның ішінде Зевстің хайкелі де жоқ етілген. Мағлұматларға қарағанда бұл мүсін жанып кеткен. Зевс хайкелі бүгінгі күнде тек тарифлер, естеліктер һәм суретлер арқылы ғана бар. Бірақ ол әйемгі дүнияның ең ұлы һәм тәсірлі естеліктерінен бірі сипатында тарихта қалды. Галикарнастағы мақбара әйемгі дүнияның ең гөзал һәм нәзік ажайбатларынан бірі. Ол біздің ерімізге шекемгі 4-ші әсірде Карьян патшасы Мавсол үшін құрылған. Карьян патшалығы қазіргі Түркия аймағына туры келеді. Патша қайтыс болғаннан кейін оның хаялы Артемия II күйеуінің естелігіне дүнияда теңі тайы жоқ естелік құрдырған. Ол өз дәуірінде көркем өнер һәм архитектураның ең жоғарғы шоқысы еді. Оның биіктігі дерлік 45 метр болған. Төменгі бөлімінде 4 меш формасындағы фундамент жайласқан. Атрапында болса 36 мәрмер үстін тұрар еді. Олардың үстінде пирамида тәрізлі төбе құрылған. Ең жоғарысында болса Мавсол һәм Артемияның ат арбасы мүсіні жайласқан еді. Мүсін һәм диуал безеулері атақлы мүсіншілер Скапос, Бряксис, Тимофей һәм Леохар тарапынан ісленген. Бұл мақбара грек, парсы һәм мысыр архитектуралық ұсулларын өзінде жәмлегенлігіменен ажыралып тұрады. Оның ішкі тарапы алтын нағыслар һәм мүсілдер менен безелген. Сыртында болса әпсаналы сахналардың суретлері ойылған еді. Ол тек қана жерлеу орны емес, ал Мавсолдың күші һәм байлығын сәулелендіруші символға айланған. Әсірлер дауамында ол өз халын сақлап келген. Бірақ біздің эрамыздың 12-ші әсірінде жүз берген жер сілкінулер оны бүткілдей вайран еткен. Кейін ала Мальта рыцарлары оның тасларын алып, Бодрумдағы қала құрылысында пайдаланған. Соған қарамастан айрым мүсіллер һәм безеу бөліклері қазірде Британия музейінде сақланбақта. Галикарнас мақбарасы адамзат тарихындағы мұхаббат һәм садықлықтың тымсалына айланған. Себебі ол бір хаялдың өзінің күйеуіне арналған мәңгі мұхаббат естелігі болып, бүгінгі күнге шейін өзінің тарихын жоғалтпаған. Айемгі дүние ажайбатларынан және бірі бұл Түркияда жайласқан Артемидия ибадатханасы есептелінеді. Және ол Артемидия құдайының құрметіне бағышлап құрылған. Артемидия ибадатханасы 18 метр биіктікте болып, оны 127 бағана қоршап тұрған. Бұл бағаналар ионикалық ұсылда ісленген һәм әр бірі 18 метр биіктікте болып, жүдә нәзік һәм бай безеулер менен безелген еді. Ибадатхананың биіктігі һәм өлшемлері оның ажайыплығын және де арттырған. Онда көптеген көркем өнер шығармалары һәм естеліктер жайласқан еді. Колонналар, диуаллар һәм ішкі безеулер де жүдә шырайлы болған. Ибадатхананың орайында Артемидияның суреті бар болып, ол табиғат құдайына айланған.
Ең қызық жері 356 жылда Герострат деген адам ибадатхананы өртеп жібереді. Оның мақсаты бұл ибадатхананы өртеп жіберіп, өзінің атын тарихта қалдыру болған. Геростратты бұл жинаятты істегеннен кейін қала халқы оны жазалайды, бірақ оның аты өзі қалегеніндей тарихта қалды. Геростраттың өмірі һәм аты бүгінгі күнде де әпсаналарға айланған. Артемидия ибадатханасы өртеп жіберілгенінен кейін ибадатхананы қайта тікілеу үшін үлкен минет ісленді. Бірақ ол римлілер дәуірінде қайта тікіленбеді. Соған қарамастан ибадатхана еле де ірі діни орай сипатында тән алынған һәм пайтақты сипатында зиярат етілген. Бұл ибадатхана тек қана діни орай емес еді. Бәлкі ол грек архитектурасы һәм көркем өнерінің жоғары дәрежеде рауажланғанын да көрсетеді. Ибадатхананың биіктігі, безеулері және оның үлкенлігі сол дәуірдің ең алдыңғы технологияларынан пайдаланғанлығын дәлелдейді. Сондай-ақ бұл жер айемгі гректің діни мәресімлері, мәдениеті һәм көркем өнерін сәулелендірген. Герострат тарапынан өртеп жіберілгенінен кейін ибадатхана бір уақыт қайта тікіленген болса да, бұл құрылыс Рим империясы дәуірінде һәм кейінірек христианлықтың тарқалуы менен өз ахметін жоғалтқан. Вандализм себеплі ибадатхана соңғы мәрте 262 жылда готлар тарапынан талан-тараж етілген һәм кейін ала оның қалдықтары құлап түскен. Бұл ибадатхана батыс көркем өнері һәм архитектурасының жоғарғы үлгісі. Бұл жерде құрылған имаратлар һәм архитектуралық дөретпелер тек қана діни орай емес, ал өз дәуірінің ең алдыңғы һәм өзіне тән көркем өнері болып қалған. Айемгі дүнияның ажайбаты хақында сөз еткенде бірнеше мәрте Мысырға қайтуға туры келеді. Искандария маяклары айемгі дүнияның 7 ажайбатынан ең соңғысы. Ол Мысырдағы Искандария қаласында жайласқан еді. Фарос маяклары ямаса Искандария маягы сол дәуірде дүниядағы ең биік маяк болып, Птоломей екінші тарапынан құрылған. Бұл маяк 100 метр биіктікке ие болып, өзінің үлкенлігі һәм жетік дизайны менен белгілі еді. Фарос маяклары Фарос ярыматауында құрылған болып, ол Александрия портын теңізден келтірген кемелер үшін анықтағы оларға қауіпсіз жол көрсету мақсатында құрылған. Маяктың жоғарғы бөлімінде Зевс құдайының құрметіне бағышланған мүсін бар еді, және ол Зевс Сотер деп аталған. Бұл мүсін Зевстің жеңіс һәм қорғау құдайы сипатындағы көрінісі болып, маякты ахметлі діни һәм мәдени естелікке айландырған. Маяк сол уақыттағы ақылға орас келмей тұғын жоғары технологиялар жәрдемінде құрылған һәм оның дизайны да сол дәуірдің алдыңғы имаратлары сипатында тән алынған. Маяктың жоғарғы бөлімі орнатылған өзіне тән бір жақтыландыру системасы болған. Фарос маяклары тек қана Александрия портын қауіпсіздендіру үшін ғана қолданылмаған, бәлкім ол өз дәуірінің технологиялық жетістіктерінің бір сипатында тән алынған. Маяктың биіктігі, істеу системасы һәм дизайны айемгі инженерлік көркем өнері һәм архитектурасының ажайып үлгісін құраған. Сондай-ақ Фарос маягы теңіз саяхатшылары үшін ең ахметлі навигация белгісі болған һәм көптеген заманауи маяк моделдерінің илһам дерегі болып қызмет еткен. Маяктың өмірі болса, жер сілкіну себеплі 20 ғасыр дауамында қысқа уақыт ішінде тамамланды. 12-ші ғасырде һәмде 14-ші ғасырде жүзеге келген жер сілкінулер нәтижесінде Фарос маягы ауыр зиян көрді. Сондай-ақ Ибн Батутта, белгілі араб саяхатшысы, 1349 жылы Фарос маягының толық вайран болуын атап өткен. Фарос маяклары айемгі дүнияның ең ірі һәм ең тәсірлі ажайбатларынан бірі сипатында тарихта қалды. Бүгінгі күнде де Искандария маяклары өзінің архитектурасы һәм технологиясына байланысты болған ажайып архитектура үлгісі есептелінеді. Айемгі дүнияның 7 ажайбаты бұл адамзат тарихындағы ең ұлы архитектуралық һәм инженерлік жетістіктердің тымсалы. Бүгінгі күнде олардың дейлік көпшілігі жоғалған болса да, әпсанасы елеге шекем жасайды. Құласы сондай кәплер. Жоғарыда біз айтып өткен 7 естеліктің қайсы бірі сізді көбірек қызықтырады? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдың каналының жаңа санында көріскенше.